Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге осындай нәзік рецептісін ұсынамын. Міне кукуруза, ананас осындайды аламыз. Жұмыртқа жаңағы көрсеткен и тауық еті. Осыған 2 алма қосасыздар. Мен алма қосқан жоқпын, алмасыз істедім. Мынаның ішіндегі суын ағызып тастаймыз, 2 жағын кесеміз де. Сосын кейін бұларды қосамыз. Тауық еті мен жұмыртқа піскен болу керек. Сосын алманы кубиктап тураймыз. Алма қоссаңыздар тіпті күшті болады. Міне осылайдан қосамыз. Содан кейін 3-4 ас қасық майонез қосамыз. Алманы 3 штук қоссаңыздар жақсы болады. Бізде кейбір адамдар алма жемегендіктен қоспадым. Осылай 4 қасық қостық. Сосын жақсылап тұрып араластырамыз. Қастың ұшымен кішкене тұз қосып жүреміз. Содан кейін осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Видеоны соңына шейін қарап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Алда талай жақсы рецептер түсіретін боламын. Осыдан кейін араластырып болдық. 2 тарелкаға осылайынан салып қосамыз. Өте керемет нәзік салаты. Осылайдан жақсылап тұрып саламыз. Видеоны соңына шейін көргенге рахмет. Қош сау болыңыздар.